Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге дәл осындай дәмді әрі өте әдемі болып шығатын муравейниктер әзірлейтін боламыз. Алдыменен менің видео рецептімді толықтай көріп, арнама тіркеліп, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Бізге бұл муравейниктерімізді әзірлеу үшін бөлме температурасында тұрған 2 жұмыртқаға 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін үстіне осындай қант ұнтағын салсаңыздар болады, егер болмаған жағдайда салмасаңыздар да болады, ол маңызды емес. Кейін барлығын осылай біркелкі қылып араластырып аламыз. Және де үстіне еріп тұрған сары майымызды құйып, тағы да біркелкі массаға келіп араластырып аламыз. Неге барлығы жақсылап араласқаннан кейін үстіне електен ұнымызды өткізіп, қамырымызды елесек болады. Қамырымыз кішкене қоюланғаннан кейін қолымызбен елейміз. Ұнның мөлшері жазылған мөлшерден көп кетуі мүмкін. Оны қамырыңызға байланысты қарап салсаңыздар болады. Неге дайын болған муравейниктерімізді салафанымызға салып, тоңазытқышымызға 1 сағат көлемінде салқындатып аламыз. Кейін ет тартқыштан өткізгенде ыңғайлы болу үшін мен осылай формасын жасап алдым. Неге біздің муравейниктеріміз дайын болғаннан кейін ет тартқышымыздан барлығын өткізіп аламыз. Ет тартқыштан өткізгенде бұл муравейниктеріміз бір-біріне жабыспай, барлығы дара-дара болып шығады. Барлығын өткізіп алғаннан кейін қолыңыздың көмегімен жай ғана жайсаңыздар, өзінен дараланып муравейниктеріміз аралары ашылады. Неге осылай дара болып шығады барлығы. Кейін отымызға 180 градуста қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Неге біздің муравейниктеріміз пісіп шықты, кейін үстіне осындай қоюланған сүтімізді құйып, барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Немесе үстіне арасына жаңғақтар болған жағдайда да араластырсаңыздар өте дәмді болып шығады. Кейін бұл муравейниктерімізді жай ғана ыдысқа өзін салып қойсаңыздар да болады, немесе осындай кесеге салып бір өзінің формасын шығарып алсаңыздар болады әдемілік үшін. Мен осындай кішкентай кесені пайдаланып, соның көмегімен формасын жасап алдым. Неге біздің муравейниктеріміз дайын болып шықты, өте дәмді болып шығады. Неге дайын муравейниктеріңізді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен үстіне контейнерлік шоколадты пайдаландым. Осындай салафанымызға салып, кейін үстіне ыссы суға салсаңыздар, шоколадтарымыз өзіңнен еріп шығатын болады. Еріген шоколадтарымызды енді осылай муравейниктеріміздің үстіне әдемілеп құйып шығамыз. Міндетті түрде осы менің видео рецептім бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Егерде видеом сізге ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға ас болсын.